Баламның үлгерімі нашар. Балам өздігінен үй тапсырмасын орындай алмайды. Осы сұрақтар сізді мазалайды ма? Сәлем, құрметті достар, сіздермен Әсем Нұр. Бүгін сіздермен логиканы дамытуға арналған ойын түрлерін ұсынатын боламын. Менімен бірге болыңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Логиканы дамытуды 3-5 жастан бастауымыз қажет. Әрине, жаңылтпаштардың да өзіндік алатын орны бар екенін ұмытпағанымыз жөн. Логикалық ойындардың ең үздігінің бірі бұл пазл ойыны. Бұл ойын барлығымызға белгілі. Ең бірінші бала тұтас суретті есіне сақтайды. Одан кейін оның бөліктерін құрастыра отырып тұтас суретті шығаратын болады. Бұл ойынның телефонда ойналатын электронды нұсқасы және үстел үстінде ойналатын нұсқасы бар. Таңдау өзіңізде. Екінші ойын түрі сандарды алмастыру деп аталады. Бұл ойында бала сандарды еркін тәртіпте жазып шығады. Одан кейін осы сандарды есіне сақтауын сұраңыз. Сіз мынадай сұрақтар қоюыңызға болады. 3-ші және 5-ші сандар қандай? 7-ші және 8-ші сандарды қосқанда неше шығады деген сияқты сұрақтарды қоюыңызға болады. 3-ші ойын түрі түбі жоқ қап деп аталады. Бұл ойында ойыншылар қап ішіне өздері зат салады. Келесі ойыншы сол заттың қандай екенін айтады. Мысалы, мен қаптың ішіне қалам салдым. Келесі ойыншы мен қаптың ішіне қалам, кітап салдым деп жаңылысқанша жалғастыра береді. 4-ші ойын түрі естелік фото деп аталады. Бірінші бала қораптағы заттарды көреді және есіне сақтайды. Одан кейін көзін жұмып, осы заттарды атап шығады. Сіздермен болған Әсем Нұр. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.